Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен бүгін сіздермен табысқаныма қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге ұбт сұрақтарынан 25 сұрақты талдаймын. Бірінші сұрақ: көнерген сөзді белгілеңіз. Бұл сұрақтарда көнерген сөзіміз жебе. Өзіміз білеміз, көнерген сөздер архаизм және тарихи сөздер болып бөлінеді. Екінші сұрақ: жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Жақтың қатысына қарай дауыстылар ашық және қысаң болып бөлінеді, яғни екіге бөлінеді. Ашық буыннан жасалған сөздерді табыңыз. Бұл жерде ашық буынымыз ата, қола, сана. Ал қалғандарында бітеу және тұйық буындар аралас келеді. Дара сөзді табыңыз. Бұл жердегі дара сөзді табу үшін дара сөз бір ғана сөзден тұруы қажет. Ал бұл жердегі варианттардық сөздерге қарасақ, көбі күрделі сөзге жатады. Сол үшін бұның ішіне дара сөз е болып табылады. Сөйлемнен еліктеу сөзді табыңыз. Өтеді ауыздығын қарш-қарш шайнап деген сөйлемде еліктеу сөзіміз қарш-қарш. Айтылу мақсатына қарай бөлінетін сөйлем атауын анықтаңыз. Айтылу мақсатына қарай бізде 4 сөйлем бар. Хабарлы, сұраулы, бұйрықты және лепті. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауап бұйрықты сөйлем. Көп мағыналы сөзді көрсетіңіз. Бұлақтың көзін ашып, алғыс ал. Бұл жерде көп мағыналы сөзіміз көзін. Өйткені көз неге көп мағыналы болады? Өйткені адамның көзі, бұлақтың көзі, тағы сондай мағыналар жасалады. Синонимге жатпайтын қатарды табыңыз. Бұл жерде барлық сөздер бір-біріне мағыналас болып келеді. Ал жақсылап қарайтын болсақ, с-да көңілді және қапалы, яғни қапалы деген көңілсіз деген мағынаны керісінше антонимдік мағына беріп тұр. 9. Адамның ойлау нәтижесінде ғана танылатын ұғым атаулары. Ойлау нәтижесінде ол әрине дерексіз болады. Өйткені біз оны көзбен көре алмаймыз, тек қана ойлаймыз. Мысалы, арман, бақыт деген сияқты сөздер. Ал ары қарай 10. Есім сөздерден жасалған сын есімдерді көрсетіңіз. Мұнда сөздердің түбіріне жақсылап мән беру керек. Есім сөздеріміз бұлар зат есім, сын есім, сан есім. Соның ішінде мысалы найзагер, шайқор деген сөз түбіріне қарасақ, найза және шай деген зат есімнен сын есім жасалып тұр. Ал қалған сөздерге қарасақ, қалған сөздерде етістіктерден жасалып тұр. Тіркесу арқылы жасалған сан есім түрін көрсетіңіз. 3956. Яғни ешқандай жұрнақ жоқ бұл жерде, сондықтан есептік болады. Ал қалған реттік, болжалдық, топтау бөлшектіктерде оларда белгілі бір қосымшалар болады. Қосымшалар арқылы жасалады. 12. сұрақ: есімдіктің сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Біреуге ор қазба. Осы сөйлемдегі есімдік біреуге. Енді қай сөйлем мүшесі екенін анықтау үшін есімдікке қараймыз. Есімдік бар септігінің жалғауында тұр, сондықтан толықтауыш болады. Болымсыз етістіктерді көрсетіңіз. Болымсыз етістіктердің жұрнағы маме, бабе, папе. Сондықтан санама, айтпа болады. Күрделі үстеуді көрсетіңіз. Күрделі үстеу кемінде 2 сөзден тұру керек. Бұл жерде 2 сөзден тұрған үстеу әнеугүні. 15. даде тате демеулік шылауының жалғаулық шылаудан ерекшелігін анықтаңыз. Осындағы сұрақтарды оқып талдаған кезде ені белгілейміз, енді түсіндірем. Даде тате демеулік шылауы өзі қатысты сөзге қосымша күшейткіш мән үстеп тұрады. Есімізде сақтаймыз. 16. Қабыса байланысқан сөз тіркесін табыңыз. Қабыса байланысатын бұл орын тәртібі арқылы байланысады, сондықтан түйелі керуен. Жалпылауыш сөзге байланысты қойылған тыныс белгіні табыңыз. Жалпылауыш сөзіміз сөйлемді, жалпылауыш сөзді бұл жерде анықтаймыз. Бұлды ішінде отырған Мәкіш, Салтанат, Ербол үшеуі Абайға қарсы қуана ұмтылысты. Бұл жерде ең мән беретініміз жинақтау сан есімі. 18. Жақты сөйлемді табыңыз. Жақты сөйлеміміз болады. Мен қоғамға еңбегімді арнадым. Осындағы жіктік жалғау мен жіктеу есімдігіне мән береміз.
Стиль түрін табыңыз. Себеп салдар үстеуі қимылдың іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Яғни бұл тіл қазақ тіліне байланысты сөз, және ғылыми стильге жатады. Кейінді ықпалды көрсетіңіз. Осындағы кейінді ықпалымыз с болады. Қазір тексереміз. Кейінді екен тоқ екен. Дауысты дыбысының қатаңға әсері жазылуы тоқ екен болып жазылғанмен, айтылған кезде тоқ екен деп айтылады. 21-ші сұрақ. Күрделі сөзі жоқ қатарды көрсетіңіз. Осындағы күрделі сөзі жоқ. Ардағым, асыл арқам, жұмағымсың. Қалған сөйлемдерде күрделі сөздердің астын сызам. Сондықтан В болады. Шартты бағыныңқы сабақтасты көрсетіңіз. Бұл жердегі шартты бағыныңқы сабақтасымыз е, ол жауапкершілікке үйренбейінше мен тәрбиелеуімді тоқтатпаймын. Майынша, меніңше, байынша, бейінше формулалар арқылы жасалған. Ал қалғандарына қарасақ, бірыңғай мүшелерден жасалыптыр және салас, құрмалас сөйлемдер. Қаратпа сөзінің тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз. Бұл жердегі қаратпа сөзіміз е, бәрекелді, сүйіндік аға, оныңыз жақсы ақыл. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлемді белгілеңіз. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлеміміз В болады. Бұл жердегі тыныс белгілер, бұл жердегі сөйлем, бұл диалогтан үзінді келтірілген. Диалогтан алынған сөйлем болғандықтан алдына сызықша қойылады, және бұл сөйлемдегі қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келіп тұр, сондықтан екі жағынан үтір қойылады. Және төл сөзден кейін сызықша қойылады, әрі соңында нүкте қойылады. Сызықшаның қойылу себебін белгілеңіз. Ақыл ісі аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу, тану деген кезде бұл жерде В болады, өйткені бастауыш зат есімінен жасалып тұр, ал баяндауыш, яғни нәрселердің жайын ұғу, тану дегенде жайын ұғу, тану тұйық етістік арқылы жасалып тұр. Мені көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылыңыз. Ары қарайда қызықты тақырыптар айтылады. Егер жеке сабақ алғыңыз келсе, төменгі номеріме хабарласуыңызға болады. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.